Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында өте тәтті әрі оңай дайындалатын пряниктерді пісіретін боламыз. Ол үшін біз бірінші ыдысымызға жұмыртқаны және де қантымызды салып, біркелкетіп араластырамыз. Кейін ертілген сары май мен разрыхлитель, яғни қопсытқышты қосамыз. Одан соң ұнымызды осындай електен өткізіп, басында лопатканың көмегімен араластырып, кейін ала қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырдан пряник жасау үшін шариктер жасап шығамыз. Олардың барлығын біркелкі етіп, және де өз қалауыңызша орташа немесе үлкен етіп кесіп шықсаңыз болады. Кейін оларды қыздырылған пеште 200 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Одан соң глазур жасау үшін ақуыздың үстіне қант ұнтағын салып, миксермен кішкене ғана қоюланып бастағанша көпіртеміз. Біздің глазурымыз кішкене ғана қоюланса жеткілікті. Содан соң біздің піскен пряниктерді осылай глазурге кезектестіріп, барлығын салып аламыз. Одан соң біздің пряниктерді тағы да қыздырылған пеште 150 градусқа 10 минутқа үстіндегі глазуры қатқанша кішкене кептіріп аламыз. Біздің пряниктер дайын, өте тәтті әрі нәзік болып шығады. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде дайындап көріңіз, ас болсын.